киімді тек мерекеде емес, ұдайы киіп жүрсе де жарасымды болатыны сөзсіз. Қазалы ауданында 18 наурыз сән мен салт ұлттық киім күні аясында тағылымы мол, тәрбиелік маңызы зор шара жоғары деңгейде ұйымдастырылып өтті. Әрбір киімнің өзіндік ерекшелігі, ою-өрнегінің терең мағынасы көрерменнің көңілінен шығып, ұлттық нақыштағы сәннің өміршеңдігін тағы бір дәлелдеді. Жас буын өз кезегінде ата дәстүрге деген құрметін көрсетіп, ұлттық өнер мен мәдениеттің сабақтастығын айқын аңғартты. Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жері. Салт дәстүр асыл қазына деген нақыл сөздер шараның мазмұнын айшықтай түсті. Ұлттық киім тек сән емес, ол ұлттың жаны, рухы, болмысы. Осындай мәнді іс-шаралар арқылы өскелең ұрпақтың бойына ұлттық рух пен патриоттық сезім сіңіріліп, төл мәдениетімізге деген құрмет арта түсетіні анық. Іс-шара барысында аудан әкімінің орынбасары Мұрат Байғабұлы сөз сөйлеп, барша жиналған қауымды мерекемен құттықтады. Ол өз сөзінде ұлттық киім халқымыздың тарихы мен мәдениетінің айнасы екенін атап өтіп, ата-бабадан мирас болған асыл мұраны көздің қарашығындай сақтау әрбір ұрпақтың қасиетті борышы екенін жеткізді. Ел іші өнер кеніші, атадан көрген оқ жонар, анадан көрген тон пішер дегендей. Ұлттық киім ұлттың айнасы. Осындай игі шараны жоғары деңгейде ұйымдастырған ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз.